Баршаңызға сәлем достар. Үй жағдайында өте керемет, дәмі тіл үйретін донер жасап көрсетемін. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге осындай дайын ет керек. Осылай турап аламыз, яғни тауық еті. Тауық етін осылай 4-1 етіп турап аламыз. Және қызып тұрған майымызға 10-15 минутқа қуырып аламыз. Жақсылап ағарғанға дейін қуырып алыңыздар. Және сол майымызға фримізді қуырып аламыз. Менде дайын фри, егер де сіздерде ондай дайын фри болмаса, кәдімгі картопты осылай 4-1 етіп турап, қызып тұрған майымызға қуырып алсаңыздар болады. Осылай қызарғанға дейін қарап отырыңыздар. Енді соус жасауға кірісеміз. Менде соусты чесноктан жасадым. 2 чеснокты үккіштен өткіздім. Үстіне кәдімгі бізде қияр бар, қиярдың тұздалған түрін үккіштен өткізіп салдым. Және укропты ұсақтап, өте ұсақ қылып тураңыздар. Сол кезде әдемі көрінеді. Менде кішкене ірілеу болып кеткен екен. Шамамен 2 немесе 3 шай қасық майонез, дәл солай қаймақ қосамыз. Бізде осындай керемет соус шықты. Көбірек дайындасаңыздар да болады. Енді барлығын лавашымызға жинаймыз. Ең бірінші соусты жағамыз, үстіне фри саламыз және дайындалып туралған көкөністерімізді салып шығамыз. Және үстіне піскен етімізді саламыз. Үстіне тағы да соус жағып, енді видеода көрсетілгендей етіп орап алыңыздар. Нығыздап, жақсылап, қаттылап ораңыздар. Және біздің арнайы табамызға аудара отырып 10 минуттан 5 минуттан қойып қоямыз. Бізде осындай қытырлық, хрустящий донер шығу керек. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.